Мен ауыл тұрғындары Бөгетсе ауылдық мәдениет үйі және ауылдық кітапханасының Инстаграм желілеріне қосылып жатқан инстаграммендер. 19 ғасырдың бірінші жартысындағы әдебиетті өзінің бұқаршылдық идеясымен айқын танытып, қазақ қауымындағы таптық қайшылықтың шиеленіскен кезі хан феодалдар мен күйші қазақтың өр рухтың ақыны Махамбет Өтемісұлы. Биылғы жылы 1836-1837 жылдардағы Исатай Пайманұлы бастаған ұлт азаттық көтерісті ұйымдастырушы және оның рухани көсемі қазақ поэзиясында ерекше тұлға ақын Махамбет Өтемісұлының туғанына 220 жыл толып отыр. Құрметті ауыл тұрғындары және Инстаграм көрермендер, ақын ұлт азаттығы үшін күрескен тарихи тұлға Махамбет Өтемісұлының 220 жыл толып отыр. Махамбет Өтемісұлының өзінің қайраткерлігімен бірігіп, отты, жалынды өлеңдері арқылы бір бар өмірін туған халқына мұның жоқтығын арнаған ақын. Махамбет ұлттық тұлға. Мұнар күн, мұнарда мұнар күн, бұлттан шыққан шұбар күн. Борышын мұзға тайған күн, бура атанға шөккен күн. Болғысып жүрген ерлерден бұрынғы бақыт тайған күн, қатарланған қаранар арқан қиып алған күн. Алма мойын арылды ақатына салған күн, бұландай ердей ескен күн. 1831 жылы түрмеден қашып шықты, бірақ артынша аяқталды. 1834 жылы Исатай батырмен бірігеді. Сол жылы 9 маусымда Жаңғырхан мен Махамбетті өз жағына тарту мақсатында старшын лауазымда ұсынды. Жер мәселесі жайымен таралған Орыс империясының қазақ хандығын жою мақсатында атқа ер салмай, елеулі атқа ер салмай, егеулі нағызға қолға алмай, еңку жер салмай, қоңыр салқыны кезге алмай, терлі майдан ермей, алты ас болмай, өзіңнен туған жас бала, сақалы сағат зат болмай. Ат үстінде күн көрмей, ажарлық шөл көрінмей. Оғының болмаса, алтын тақты хандардың хандығынан не пайда, қарып пенен қазірге туралық ісі болмаса. Жібеккен бауы көнері, аңқ шолқар ұққан күн болған. Бағыналы боз мұрда, ең кейінгі күн болған. Кереге теңіз шалқыған, қоғалы көлер шуағы, жеге жетпес күн болған. Жапанға біткен бәйтерек жапырағынан айырылып, қу түбір болған бір жаңғырып, азаттық туын көтерген ақынның жыры мәңгілік деп отырып, әдеби кешімізді аяқтаймыз. Әрмен қарай ауылдық кітапханада ел қорғаны батырдың ерлігі және шығармашылық насихаттау арналған Даланың дауылпаз шашысы атты кітап көрмесімен жалғасады.